Сәлем достар. Бүгін мен қазақ тілінде озвучка жасап көруге шешім қабылдадым. Себебі менің тақырыбым бойынша орыс тілінде видеолар өте көп, ал қазақ тілінде ондай контент мүлдем жоқ десем де болады. Сол себепті осы бағытты бастап көргім келеді. Ендеше бастайық. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Мен барлығын әдейі терезенің алдына қойдым, себебі үйдің іші сәл қараңғы болды. Ал видео үшін жарық жер өте маңызды. Сіздерге де кеңесім, егер де видео түсіргілеріңіз келсе, мен секілді әрқашан жарық жерде түсірген дұрыс деп кеңес бергім келеді. Бүгінгі видеода біз 3 түрлі дәнді дайындаймыз. Олар горох, бидай және күнбағыс. Бұл видеода мен осы дәндерді қалай дұрыс суға жібіту керек екенін көрсетемін. Себебі бұл процесте уақыт алады және дұрыс жасалуы өте маңызды. Ең алдымен қанша лоток отырғызатынымызды алдын ала жоспарлап алуымыз керек. Неге десеңіз, соған байланысты қанша мөлшерде дән дайындайтынымыз анықталады. Содан кейін біз дәндерді таразы арқылы өлшейміз, бағана көріп кеттіңдеріңіздей. Өлшеп болған соң ыдыстарды дайындаймыз. Әр ыдысқа су құямыз. Суды сәл көбірек құйған дұрыс, өйткені дәндер ісінеді. Одан кейін суға перекис қосамыз. Қазір көресіздер қалай қосатынын жайында. Яғни бұл дәндерді перекис құю арқылы залалсыздандырасыздар. Яғни залалсыздандыру үшін қажет. Сосын дәндерді суға салып, жақсылап араластырамыз. Мен қазір алдын ала айтып жатырмын, бұның бәрі мен тез сөйлегендіктен үлгермей жатырмын. Видеода көресіздер және түсінікті болады деп ойлаймын. Мен жаңағы дәндерді суға салып, жақсылап араластырамыз деп атап өттім. Содан кейін, яғни осылайша біз оларды 8 сағатқа жібітіп қоямыз. Міне дайындық процесі осымен аяқталды. Қалғанын келесі видеоларда көрсетемін. Видео бітпей тұрып, сіздерден сұрап алайын деп едім. Достар, сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздерге жалпы қай тілде ыңғайлы, орыс тілінде ме, әлде қазақ тілінде осылай жалғастырайын ба? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер, және де осы каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің шабытым дәл сіздердің қолдауларыңызға байланысты. Келесі видеода кездескенше. Назарларыңызға рахмет. Әдемі көрініс, иә?